Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, тарихта елеулі орны қалған тәуелсіздік туралы талқыламақпыз. Сіздермен бірге мен Ізғалиева Сабина, Закаров Ерасыл, Алғасова Саида. Жалпы осы желтоқсан басталысымен біздер дейтін жаңа жылға не аламыз, Тайны Сантаға не алып жатсын, немесе 16 желтоқсан демаламыз, ура дейміз ғой. Негізі біз осы 16 желтоқсанды елеп ескермейміз. Ал менің ойымша, бұл күнді тек 16 желтоқсан емес, басқа да күндері елеп ескеріп отыруымыз керекпіз. Жалпы подкастымызды бастамастан бұрын мен өлең шумағымен бастағым келіп отыр. Еркіндігім, қасиетім, қастерлім, өзім барда өзегімде жоқ шерман. Кеше сенің келбетіңді арман ғып, боданына бұқауландық басқа елдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уай еркіндік, қош келдің. Өзегімді өртке ораған қоғамда, өз еліме өзім өгей болам ба? Алшан басып жата алмаса алты алаш, азаттығым қадірінде жоқ онда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой, маған, саған, оғанда деп, арғарата подкастымызды жалғастырайық. Жалпы мен подкасты сұрақ-жауап ретінде жалғастырғым келіп отыр. Бірінші сұрақты қойып өтсем, жалпы осы тәуелсіздік дегенде не білесіздер? Тәуелсіздік туралы ойларыңызды айтсаңыздар, және тәуелсіздікті қай жылы алдық, сол туралы айтып өтсеңіздер. Тамаша, Сабина, әдемі подкастымызды осы өлең жолдарымен бастап жатырсың. Рахмет. Енді сенің сұрағыңа жауап бере кетсем, жалпы тәуелсіздікті алу бұл бізге оңайға соқпады, қиын болды. Оған көптеген ата-бабаларымыз өздерінің жаны мен қаны күресіп, сондай бір оңай болмады барлығы да. Оңайлықпен тәуелсіздігіміз келмеді. Жалпы бұл тәуелсіздікті біз 1991 жылы 16 желтоқсанда алдық. 1986 жылы желтоқсан көтерілісі болды. Ол көтеріліске Қайрат Рысқұлбеков ағамыз бастаған, және біздің универдегі апайымыз Ахонова Мерверт апайымыз да бұл көтеріліске қатысқан деуге болады. Биыл біздің осы тәуелсіздік алғанымызға 33 жыл толып жатыр. Бұған ата-бабамыздың көптеген еңбегі сіңді. Қазір біз тату-тәтті осындай біз дамыған елу елдің қатарына кіріп отырмыз. Жаңа желтоқсан көтерілісі деп Сайда айтып кетті ғой, жалпы толықтырып айтып кетсем, желтоқсан оқиғасы жалпы біздің тәуелсіздігіміздің алуымыздағы ең алғашқы қадам ретінде мен өзім сүйдеп білем. Жалпы ол көтеріліс көтерілістің болу себебі жалпы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атамызды өзіміздің еліміздің президенттігінен алып, яғни бірінші хатшылығы дейді, ол кезде бірінші хатшылығын алып, орнына өзге ұлт өкілі Колбин дейтін азаматты әкеліп президент ретінде қою, бірінші хатшы ретінде. Жалпы соған қазақ жастары ашынып, алаңға шықты. Ол жерде ұран, қазақты қазақ басқарсын деген ұранмен қазақ жастары алаңға шығып, көптеген өзіміздің тәуелсіздікке дейін алғашқы қадамды бастап кеткен болатын. Жалпы көтерілісте көпте жаңа айтып кеткендей, Сайда айтып кеткендей, Қайрат Рысқұлбеков ағамыз, Ербол Сыпатаев ағаларымыз, Ләззат Сабира апаларымыз өз үлесін қосты. Және осы жолда өздерін құрбандыққа шалды. Енді ол кісілерді біз ұмытпаймыз, ол кісілердің ерлігі мәңгі тарихта қалады деген ойдамын. Тарих бойынша көреміз, сол кезде митингке шыққан уақытта, аяздың уақытында су шашқанын бәрін естіп жатырық. Келесі сұраққа көшетін болсақ, осы тәуелсіздіктен кейін елімізде не өзгерді, қандай өзгерістер болды деген сұрақ. Жалпы тәуелсіздіктен кейін енді өзіміз егемен ел болғаннан кейін ең алдымен президентіміз, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев өзіміздің шекарамызды шегендеп, егемен ел ретінде алғашқы қадамдар бастап кеткен болатын. 1993 жылы өзіміздің теңгеміз, қазір қолданып жүрген теңгеміз 1993 жылы 13 қарашадан бастап қолданысқа ене бастады. Есте сақтаймыз. Және 1995 жылы 30 тамызда біз өзіміздің конституциямызды алдық. Ата заңымызды қабылдандық. Көптеген енді өзіміз егемен ел болғаннан кейін өзіміздің туымыз, өзіміздің елтаңбамыз, өзіміздің әнұранымыз болды. Оны әрине көптеген ақындарымыз, ағаларымыз көптеген еңбек сіңірді. Тәуелсіздіктен кейін Қазақстанның жаңа тынысы ашылды деп айтуға болады.
Не айтамыз енді? Жалпы біздің қазіргі кезде бұл тәуелсіздік күні бізде мектеп кезде қазіргі кезде енді демалыс болады, бір күн демалыс береді ғой бұл күнге. Бірақ бұл күнді ондай елеп тойламайды да қазіргі жастар. Ол күн туралы өткен тарихты көбіне біле бермейді. Қазіргі жастардың көбі кітап оқымайды мысалы. Қазір әлеуметтік желіден, телефоннан былай көріп жатқанымен жаңалықтардың барлығын, бірақ тарихты онша көп біле бермейді. Сол үшін мен ойымша қазіргі кезде қазақи кинолар мысалы дамып келе жатыр ғой. Сол сияқты осы өткен 16 желтоқсан тәуелсіздік алғанымызды қалай болғанын барлығын кино қылып, жастар қарайтындай рейтингін жоғары қылып, дамытып, сіз Саида негізгі тақырыпқа жауап беріп жатсыз ғой. Мысалы жастарды қалай бұл 16 желтоқсанды елеп ескеруге болады дегенге. Жалпы дейтін осы біздің қандай өзгеріс болды дейді ғой. Мысалы, менің ойымша, қазір біздің емін-еркін осылай подкаст сүруіміз, жоғары оқу орнында отыруымыздың өзі осы тәуелсіздіктің, азаттығымыздың арқасы деп білемін. Жалпы соңғы сұрағымды айта кетсем, жалпы басын бастап сен жауап беріп жібердің. Соны бүйтіп кішкене ашып талқыласақ деген ойым бар. Сол сұрақпен сосын подкастымызды тәмамдасақ деп ойдамын. Жалпы осы подкастымыз бастағалы бері мен айтып келе жатқаным, бірден жаңа жылға асығыстық қой бізде. Бірден желтоқсан басталысымен жаңа жылға асығамыз. Негізі осы желтоқсан кезде осы бабаларымыздың еңбегін елеп ескеруіміз керек. Сол үшін жастарды оны елеп ескеру үшін біз не істеуіміз керек? Тек жастар емес, үлкен кісілер де қазір асығыстаныстар жаңа жылға. Сол себепті үлкен кісілер де, жастар да, жалпы халық не істеу керек осы уақытта? Енді халық жалпы енді тәуелсіздікті қалай алғанымызды жалпы несін біледі, хронологиясын біледі халық жалпы. Енді жастар арасына кеңінен тарату үшін жаңа Саида айтып кеткендей кинолар түсіріп, көптеген мағында бір сапалы бір кино түсірсе, қазір жастар киноға көп барады ғой. Қазақ киносы оның үстіне қазір дамып келе жатыр, бір кино түсіретіндей біздің әл-ауқатымыз бар деп ойлаймын енді. Қайрат Рысқұлбеков ағаларымызды қосып, ішіне тарихи тұлғаларды қосып, бір жақсы кино түсірсе, жастар оған барады, бармайды емес. Кино түсіріп, жаңадан кітаптар жазып, жаңа университеттерде, мектептерде түрлі шаралар өткізіп, жоғары деңгейде атап өту керек, мемлекеттік деңгейде атап өтуіміз керек деп ойлаймын. Жастардың қызығушылығын аштыртатындай, қазір енді Ерасыл айтып жатыр ғой, киноға көп жастар, даже тек қана жастар емес, үлкен апаларымыз да, ағаларымыз да киноға қалмай барып жатыр. Қазір енді дамып келе жатыр ғой, қазақи кинолармен жайлап көтеріліп келе жатыр бұл жағынан. Сол жағынан киноны дамытып, мен ойлаймын сол не деп экшн жанрда кино түсіру керек деп. Кино түсіру керек деп. Фантастикада, драмада өзіміздің тарихымызда бар дейсіздер ғой. Сіздермен толықтай келісем. Ойларыңызға да көп рахмет. Осылай өзіміздің подкастымызды тәмамдасақ. Қош сау болыңыздар, қолдап, тыңдап отырғандарыңызға көп рахмет.